мінекей көбейіп біткен. Тіпті сабанның астында да бар. Бұл жерде асқабақ тастағанбыз. Әсіресе асқабаққа көп келетін жапырақтың астында толып жүр. Гөңді қойып асқабаққа өтіп кеткен. Ет болып отыр. Өйтіп аударып қойсақ, асқабақтар астынан түсіп барлығы жей береді. Ал енді мынандай неміз бар. Градусын көретін. Сырттың өзі 15 градусымен сәл түсіп тұр. Енді ашып жібереміз дағы, осылай салып көреміз. Жаңағы 18-де 7 жаймен түсіп келіп отырмын. Жалпы енді бұл көрудегі мақсат ішінің жылулығын сақтап отыру керек. Кеше өткендегі видеода айтқандағыдай күн суып баратсақ жаймен көтеру керек. Негізінде бізде мына бетте күн шығыс, мына жақ батыс, оңтүстік, мына жақ солтүстік. Күн шығыстан батыс беткейін, негізгі солтүстік беткейін негізінде қысқа дайындау үшін сәл көтеру керек. Ал мынау оңтүстік беткейі сәл жұқалау болу керек, өйткені солтүстік беткейінен күн шығып қиғаштау шығады ғой негізінде. Сол кезде мына беті қызаттағы осы бетте 20-30 градусқа дейін қызуы мүмкін. Егер қатты қызып кететін болса, мына жақтағы температурасы төмен жаққа өтеді. Ал бұл жақта суып кеткен уақытта осы ыстық жаққа өтіп күндерін көріп жүре береді. Ал негізінде оптималды бұларға жағдай жасау примерно 10 градуспен, плюс 10 градуспен, плюс 25 градустың іші. 25 градустан қатты қызып кетпеу керек, 10 градустан түсіп кетпеу керек. 10 градустан түсетін болса, ұйқыға кіріседі. Шылаушындар ұйқыға кірісті деген сөз өзіңіз білетіндей жұмысын тоқтатады. Мінекей осы 200 квадраттық аумақтағы шылаушынымыз дайын. Осы кәсіпке қызығып, құдай қаласа бастаймын дейтін азаматтар болатын болса, хабарласыңыздар.